Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын салат түрін ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге қияр мен қызанақ қажет болады. Екеуін ұзыншалап жіңішке қылып турап аламыз. Одан кейін суға асылған жұмыртқа қажет болады, бір дана. Одан кейін тауықтың төс еті қажет болады. Оны да суға асып аламыз. Барлық қоспаларды ұзынша етіп турайтын боламыз. Ал енді барлық қоспаларды турап болдық. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз және тұз қосамыз. Содан кейін аскөктен кішкене ғана қосатын боламыз. Одан кейін майонезімізді керек мөлшерде қосып, барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болдық. Енді салатымызды ыдысымызға саламыз. Бұл бізде 2 тәрелкедей болатын салат шығады. Сіздер көп салат жасағыларыңыз келсе, яғни көп тәрелкеге арналған салат жасағыларыңыз келсе, ол кезде осы қоспаларды 2 еселеп жасайтын боласыздар. Ал бізде бұл жерде 2 тәрелкеге ғана арналған салатымыз дайын болды. Енді осы салаттарымызды ыдысқа, тәрелкеге салып болғаннан кейін, осы біз сырымызды үккіштен өткізіп аламыз, майдалап үккіштен өткіземіз. Және де осы сырымызды осы салаттарымыздың үстіне себетін боламыз. Бетіне ғана сеуіп қоямыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі көрінеді, дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.
және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.